Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ жұртшылығы. Ұлытау өңіріне қарасты Жаңарқа ауданының мәдени сауық орталық шығармашылық бөлімінің аясындағы бүгінгі мынау үлкен шығармашылық кештің қонағы еліміздің елеулісі, халықтың қалаулысы болған, жастай ат тізгінін қолына ала білген, әрі ақын, әрі ақылшы, әрі жазушы, қай салаға салсаңыз да сол өзінің ерен еңбегімен еліне еленіп, шын жүрегімен істеген қызметін қай салада болсын жаңағы жеңе білген біздің мақтанышымыз, алдыңғыдегі ақылшы ағамыз Амантай Нығатай көкеміздің бүгінгі мынау үлкен кесенесіне келіп, кесене дейміз бе? Бұл енді мекеме ғой, Аманат партиясының. Аманат партиясының ғимараты. Аманат партиясының аудандық филиалының ғимараты. Ғимарат, Аманат партиясының аудандық ғимаратында отырмыз. Олай болса, қош келдік, аға. Енді мынау білгеннен ғибрат қой, ғибрат ал дейді. Біздің осы тақырыбымыз, ұстанған тақырыбымыз сол ғибрат алу, білген. Біздің енді әрине кейінгі жастардың білгеннен білмегені көп. Сіздер жаңағы кітап оқыдыңыздар, сіздер жаңағы мынау дала майданында балағарам болып сол жұмыс мектеп жаңағы оқып жүргенде, қабырғасында оқып жүргенде, жазғы демалыстың өзін сіздер жаңағы тек өткізбей, сол ата-анаға қолғабыстарыңыз тигізіп, сол елге деген, отанға деген сіздер жаңағы еңбектеріңізді, өз үлестеріңізді қоса білдіңіздер. Соны ептеп өзіңіздің мынау, енді әрине естиміз, бұл кісі жаңағы Амантай ағаларыңыз комсомол болды деп, біз енді ес білгенде солай болды. Біз енді ес білмеген уақытта да сіздер құралақан болған жоқсыздар, сол құр жаяу болмадыңыздар. Ауылға, жаңағы ауылдың үлесіңізді елге деген, отанға деген қоса білдіңіздер. Сол комсомолдан бастап сіздер мысалы партияға келдіңіздер, партияны басқардыңыздар, Нұр Отан партиясын басқардыңыз осы елде. Енді қазір мысалы Аманат партиясының мысалға кеңесшісі болып, қазір мысалға осы ардагер кеңесінің сол алқасы болып отқан жайыңыз ақылшы болып. Ол да бір үлкен жеңіс деп білеміз. Ал енді ептеп жаңағы өзіңіздің өміріңізден осының бәріне қалай келдіңіз, қалай сатылап келдіңіз, қандай ордендермен сіздер жаңағы марапаттады ептеп, соны тілге тиек етіп айтып өтсеңіз. Рахмет айналайын. Маған жаңа бірталай мақтаулар айтып жібердің ғой. Енді негізі мына жазылған өлеңдерде де бар еді, оны мен кейіннен оқып беремін. Негізгі біздің барлық ауылдастарымыз сияқты ауыл баласы, ауылды өстік. Бастауыш мектепті мына Смат деп атайды жұртшылық. Смағұл дейді, ол кісінің шын аты Текебаев деген соғысқа қатысқан кісі болатын, соғыс ардагері. Айдахарлы деген жерде, кешегі Байдалы би туған жерде, Жалпақ қора, сол жерде бастауыш мектепке бардық. Әрине ол негізі тәлім тәрбие деген ол отан отбасынан басталады деген сияқты, тәрбиеде отбасынан басталады. Сол ата-анамыздың тәрбиесі, одан кейінгі мынау бастауыш мектептегі алған тәрбие, бұл адамды тәрбиелейтін ата-анадан кейінгі орта болады. Өмірге шыңдайтын. Өмірге шыңдайтын. Сол қандай ортаға түсесіз, сол ортада қандай жүрсеңіз қандай адамдар болады, басшыңыз қандай болады, қастарында қосшысы қандай болады.
соған қарап сіз де бойыңызды түзейсіз әрине. Мен өзім болсам сол Желтау деген жерде Ақтау өңірінің 1953 жылы 28 мамырда, ол кезде 28 мамырда шекарашылар күні деп атап өтеді. Соған байланысты міне биыл Алла амандығын берсе сол отан соғысына да 80 жыл толыпты. Ол біздің әкейлер жас болды да соғысқа қатысамады. Ал біздің әкейдің әкесі Айтбек деген кісі, ол кісі 18 жасында соғысқа кетіп оралмады. Боздақтар. Боздақтар кітабында енді кейіннен ол кісіні де іздестірдік қой. Ол әкей іздестірді. Қалай болды, қалай келді деген сияқты. Бірақ та ол кісі табылмады. Сөйтсек, ол кісінің фамилиясында бір әріп қате кеткен. Анан қараңыз. Отарбаевтың орнына Оторбаев деп жіберген. Сондықтан да ол кісінің жаңағы табылмауы сондықтан екен. Содан кейіннен табылды. Ол кісі жақсы мына соғысқан екен. Мына жас жігіт жалындап тұрған мінезді, әлгі басшылық ету білімнен емес мінезден дейді ғой. Ахмет Байтұрсынов ақсақал. Сол сияқты ол кісі мінезді болған кісі. Мына Варшавадан Польшадағы 80 шақырым жерде жатыр ол кісінің бейіті. Сол 3-4 орденмен марапатталыпты отан соғысының. Енді бізде мынау 80 жылдыққа қарсы Алла амандығын берсе, бұл да тәрбие ғой. Әрине ғой. Сол кісінің басына барып, бір тәу етіп қайтсақ деген ойымыз бар, бауырлары. Бата жасап. Бата жасап. Енді ол алдағы шаруалар. Сол өмірге келгеннен бастап біз жаңағы оқуды Ақтаудың Айшырақ деген жерінде 8-ші сыныпты бітірдік. Одан кейін Әбдікәрім Омаров деген ол кезде директорымыз болды. Одан кейін Ақтау орта мектебінде оқыдық. 69 жыл 10 жылдықты бітірдік. Мұғалімдеріміз біздің керемет білімдар адамдар еді. Мына математика, геометриядан беретін Еренғайып Отарбаев деген кісі, химиядан беретін Нәби Ақсақал Дүйсенбеков, сынып жетекшісі физикадан беретін Әнипа Бекқожина деген. Енді әдебиеттен болса болмаса өмір кәріп қазіргі үлкен жазушы Ағадырда тұрады. Сол кісілердің барлығынан тәлім тәрбие алдық. Енді мұғалімдеріміздің бәрін тегіс жапа тармағай атап өтуге болады. Бізге мынау білім берген солардың негізінде біз жаман оқыған жоқпыз. Енді ауыл баласы болған, малшының баласы болғаннан кейін біздің әкеміз 33 жыл мал бағып, 3-4 орден алған, елі, ауылы геройлықты бермесе де герой атанған халқы берген. Сол кісінің тәрбиесін алдық. Ол кісі сол уәде Құдай аты деп отыратын. Алланың 99 есімінің біреу көркем есімінің уәде көрінеді. Уәде бердің орында деп отыратын. Уәдеден таймауға тырыстық қашанда, қандай жұмыста болсақ та. Содан мектепті бітірдік, интернатта жаттық. Кейде айтам ғой, интернаттың қарынын жеген балаларымызды. Әрине бәрі сол орта бізді тәрбиелеген шындаған. Сол ортада жүріп оқуға бардық. Әрине бізді менің мына сол 10-шы бітірерде есімде мына шешейдің інілері Ғани Мұсылманбеков, Өмір Мадыкенов деген азаматтар, медицина ғылымдарының корифейлері ол кісілер ауылға келіп, содан біз енді бата аламыз кезінде су құю керек қолдарына. Иә, сол қолға су құйып жүргенде менің саусақтарымды көріп, мына баланың саусақтары салалы екен, бұл нағыз хирург, оташы болайын деп тұрған бала ғой. Біз оташы жасаймыз деп. Қайдағы оташы? Ол әлгі малдың өзін бауыздамай қашатынбыз. Әкейлер бауыздайтын, нені сойылған малды. Содан велосипедке мініп мен қаша жөнелейін. Бұл кісілер қолма-қол алып кететіндей. Соныменен бірақ адамның дегені болмайды, Алланың дегені болады дейді. Әкейлер малшы болғаннан кейін мынау мал саласында жүрген мамандарды жақсы көрді. Әсіресе мынау зоотехник, веттехник деген. Соған маған веттехник боласың, зоотехник боласың деді. Мен қайдағы енді әкейлер айтқаннан кейін ойладым, бірақ менің өз талабымша мынау
мен 4-ші сол бастаушыда жүргеннен бастап сурет салатынмын. Содан кейін мынау ағаштарда мүсіндерді ойып, сазбалшылықтардан әлгі малды бағып, көл жағасында жүргенде сазбалшылықтардан неше түрлі мүсіндер жасап, анау жайылып жүрген малдарды, ағаш көрсем сол ағаштардың не ұқсатып, соларға қарап жаңағы мүсіндерін жасауға, баламыз ғой қанша дегенмен, сол бір сәулетші болсам, өзімше бір сондай туындылар жасасам деген ойым бар. Бірақ соның бәрі әке айтқаннан кейін сол біз айтқан тыңдауға тура келді. Сондықтан да сол Ақмолаға, Целиноград ол кезде барып институтқа құжаттар тапсырып, бірақ та менің адамдар көп болды конкурсқа, менің балым жетпей қалды. Содан мені жаңағы әр жағындағы омбыға жібермекші болды. Балы соған сәйкес келді, бірақ әкелер о жаққа тағы да жібермес шешеймен. Ой, анау Ресейден не аласың? Одан да бұл жақта оқу жоқ па екен деп, содан менің енді жаңағы емтихансыз әр жағында Новошенко деген жер бар, Завет техникум бар. Сол емтихансыз сол Завет техникумға қабылдандым. Онда аттестатыңыз жақсы ғой. Аттестаттан бұрын жаңағы бал жетпей тұр. Институтқа бал жетпейді, техникумға жетеді. Сонымен техникумға қабылдандық. Тыртышный деген директорымыз болды. Енді ол кезде ауылдан барған, орыс, ол жерде бәрі орысша, сабақтың бәрі әрине қиналдық. Қазіргі заман ғой барлығы. Әлгі технология, цифрландыру заманы. Бәрі дамыған. Бәрі дамыған заман. Ол кезде жоқ қиналыс болды, әрине. Оның бәрін жеңе білдік. Біздер 2,5 жыл, біздің әлгі 10 бітірген азаматтар мен азаматшылығы 2,5 жыл оқиды екен техникумда. Мен сол бітіріп, аяқтап, ол кезде оқу бітіргендерді білесіз, қай жерде кадр жетіспейді, сол жерге жібереді. 2 жыл сіз ол жердің жаңағы жіберген жеріне барып жұмыс істеуіңіз керек. Содан кейін келіп барып, жаңағы дипломыңызды алу керек. Ол кезде сондай тәртіп болатын. Қалаған жеріңе бара алмайсың, өйткені қай жерде кадр тапшылығы бар, сол жерге жіберетін. Бұл да бір сол кездің бір жұмысының алға қойылған бір алдағы бір шарттарының бірі. Сондықтан да мен әр жағында Астрахан деген ауданға жаңағы жұмысқа кеттім. Барып, орналасып, бұйрығымды алып, енді жұмысқа кірсем деп жатқанда менің соңымнан повестка болып келді, әскерге кету керек. Содан әскерге кеттік. Отан қорғау. Отан алдындағы міндетін атқару. Отан қорғау деген мен бұның отан алдындағы міндетті атқаруға 2 жыл. Содан біздер енді жаңағындай орта біліміміз болғаннан кейін біздерді әр жағында сержант мектебіне жіберді. Бакуден бір 100 шақырымдай жерде екен сержант мектебі. Сондан бізді мынау ракеталық, артиллерияның ракеталық войсқа, ол не деп аталады? Противовоздушная әуе қорғанысы саласында сол бойынша біздерді оқытты жарты жыл. Сол жарты жыл оқып жүргенде біздерді мынау 7-ші қарашаға қарсы ол кезде үлкен шеру болады. Соған дайындады. Сол шеруге дайындалдық. Содан жаңағы шеруде ол кезде Бакуде Азербайжанның бірінші хатшысы Гейдар Алиев деген ақсақал болатын. Сол кісінің алдына шерумен өттік. Шерулетіп. Сол шеруден маған ауылға баруға демалыс берді. Бірақ мен ауылдан, әскерден жаңа ғана келіп өзім оқуды бітіріп, енді бұным қалай болады ауылға жетіп барғаным деп, ол демалысына бармадым. Сағындырып бірақ барайын дедіңіз ғой. Иә, бірболата бітіріп бірақ барайын деген ой болды ғой. Сонымен әскерде жүргенде партия қатарына өттік. Ол енді біздің жұмысымыздың нәтижесі олар мына бөлімше командирі болдық сержант мектебін бітіргеннен кейін. Волгоградта қызмет еттім мен. Әр жағында Мамаев қорған, өздеріңіз білесіз. Мамай қорған. Мамай қорғаны. Ой, онда да сан болдық. Шіркін біздің еске қалсы сен жаным қандай соғыс болғанын, жұрт Мамаев қорғанын кеудесімен қорғады деген сол кезде де бір ән болатын шығарылған. Соныменен әскерді де бітірдік, тәмамдадық, партияға өтіп, сонымен ауылға келдік.
Ауылға келісіменен жаңағы өзің айтып отырған комсомол жұмысына кірістік. Онымен қатар жаңағы спорт нұсқаушы деген жұмыс бәрін қоса алып жүрдік. Ол кезде бізде райкомның хатшысы Қадыр Ахмедияұлы Иманбаев деген жігіт болатын. Енді ол жерде сол кездерде мына шұбартаулықтардың бастамасы Семей облысын білесіңдер. Мал, әсіресе қой санын 50 миллионға жеткізу керек. План. Жоспар болды. Иә, сол жоспар бойынша сол 50 миллионға жеткізуге үлес қосу керек деп, сол бастамаларды қолдау үдерісі біздің ауданда да жалғасты. Ол кезде біз Жезқазған облысымыз. Содан Жезқазған облысы бойынша біздерде ең бірінші Ақтау қызғалдақтары деген бригада құрылды. Одан кейін екінші жылы Қыргүлдері деген бригада құрылды. Ақтау қызғалдақтарының жетекшісі Қыдырбай Төлеуов деген азамат болды, комсоргі Оралбай Барсбеке. Содан кейін Қыргүлдерінде Жарылғап Өміртай деген азамат болды. Оның комсоргі Байшөкенова Нағима деген қыз болды. Жақсы жұмыс істеді. Нәтижесінде Қыдырбай ақсақал еңбек қызыл ту орденімен, Өміртай құрмет орденімен, құрмет белгісі орденімен марапатталды. Ал енді жаңағы комсоргтер облыстық кеңестің депутаттары болып сайланды. Содан кейін көпшілігі оқуға түсті. Қазір олардың барлығы зейнетке шыққан ардагерлер. Тәлім тәрбие берді, мұғалім болды, кейбіреулері тағы да басқа қызметтерде істеді. Енді қарап отырсаң, жаңағы азаматтарменен, азаматшаларменен бірге жұмыс істеген жастық шақтарымыз бірге өтті. Солардың жаңағы жатақханасында бірге жатып жүрдік. Бұның бәрі қарап отырсаңыз, жаңағы өзіңіз айтатын тәрбие. Ол жастарымызда қазір жаңағы айтып отқан үлкен салиқалы ардагерлер. Олар да өздері қаншама балалар тәлім тәрбиелеп өсірді. Мына біз негізінен ұлттық идеология деп жатамыз. Негізі біздің ұлттық идеологияның бастауында өзі қарап отырсақ, біздің қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы жатыр. Одан артық соларды біз сақтасақ, одан артық тәрбие жоқ. Білім сол. Білім сол. Өйткені сіз отбасынан қалай тәрбие алдыңыз, жаңа ортаңызда қалай болдыңыз, сосын жаңағы салт дәстүрлерімізбенен әдет ғұрыптарымыз сақтаңызшы. Біздің халық негізінен дана халық, философ. Өзі бұл кісілердің айтқандары барлығы, соның бәрін жүзеге асырса, біздің алмайтын қамалымыз жоқ. Өзі қалай қарасаңыз да, қазақ кезіндегі қазақты қазақ қылған мына біздің Сәкен атамыз ғой. Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік деп қырғыз қайсақ болып жүрдік қой. Міне ол кісі тілге дегенде қандай көзқарасы болды ол кісінің. Біз жоғарыдан бастайық, сіздер төменнен бастаңыздар дейді. Ал сол кездегі ол кісілер тұрғанда Голошекин келмей. Біздің тіліміз. Қазір біз 100% сол өзіміздің тілімізде әл тілді араластырмай сөйлеп отырған таза болар еді. Және біздерді тағы да бір алмағайып заман, біздер енді араб тілінде болдық. Содан кейін латын тілінде болдық. Одан кейін кириллицада болдық. Одан кейін неше түрлі өткен зұлматтар бастарымыздан. Барлық мына Францияның бір ғалымы зерделеп жазыпты. Егер әр елдің 10 мың зиялы сын қырып тастаса, ол елде ұлт деген болмайды. Жаңағы жойылады депті. Ал бізде 100 мыңдап қырылды ғой. Біздің ұлт зиялылары. Ал сол зиялылардың, мысалы, алашордалықтың өзін алатын болсақ, ол кісілердің еңбегі ғаламат айтуға тіпті сөзің жетпейді. Әр қайсысы бір тұлға, әр қайсысы мынау біздің қазақ мектептеріне арнап пәндерді жазған. Әр қайсысы жеке-жеке алып, өздері бөліп алып, әр қайсысы бір керегіне жаратсын. Керегіне жаратсын деп, жаңағы әр қайсысы келер ұрпаққа жазып кеткен. Ал соларды біз пайдаландық па? Кейіннен барлығын жаптық қой. Жаңашаға еліктедік.
мына кейіннен мынау тәуелсіздік алған жылдарды өзіңіз білесіз. Қаншама білім министрін ауыстырды, 20 шақты білім министрі ауыстырды. Әрқайсысы өзінің реформасымен келді. Ал ол ұрпақ тәрбиесіне қандай әсер етеді? Ойлаңызшы. Мұғалімдердің біз ол уақыттарда біз оқыған уақытта мұғалімдердің мәртебесі қандай еді? Енді ғана мәртебені алып жатырмыз. Ол кездерде мұғалімдердің анандайдан қашу жоқ қой. Иә, мұғалім төбесін алдына бас киіміміз алып иіліп тұратынбыз. Сәлем беретінбіз. Ал қазір мынау мендегі бір түсінбейтін шаруа, қазіргі кезде мынау ата-аналардың балаларына қосақталып жаңағы мұғалімдерге қарсы шығуы. Қарсы қойып қой. Ол дұрыс емес қой. Әрине. Ол ұстаз ғой олар. Ұстаз деген қанша дегенмен ұстаз. Сонда бір әкенің берген мектебін 1000 мектеп бере алмайды ғой. Иә, бере алмайды. Сол жаңа әкеміздің несі ғой. Иә, сол тәрбие, соның бәрі сабақ. Сондықтан да мынау кезіндегі алған жаңағы айтып отырған мәселелердің бәрі негізі алдағы уақытта қажеттілік. Бәрі де керек. Келешекке керек. Енді жаңағы жұмыс саласын айтып кеттің ғой. Енді біздер сол комсомолда жүріп, райком комсомолға келдік. Ол жерде қызмет еттік. Одан кейін мынау лекциялық насихат деп білім қоғамы бар, ол жерге бардық. Одан кейін райкомға нұсқаушы, одан кейін мынау саяси ағарту комитетінің меңгерушісі, одан кейін сырттай оқыдық. Мына қазақтың қара шаңырағы білімінің Қарағанды мемлекеттік университетінің тіл әдебиеті бойынша бітіріп шықтым сырттай. Ол да орта біздерді тәрбиеледі. Ол кезде қандай мұғалімдер болды. Ана Сұлтан Ыбыраев деген, Қаби Лекеров деген, Задан Тасқалиұлы деген азаматтар болды. Біздердің мынау үлкен апаларымыз болды, Фатима деген. Бізге араб тілінен сабақ берді, араб тілін үйретті. Мені көрдіңіздер ме? Ол кісілердің біз жаңағы үйренуге тура келді. Өнерді үйрен, содан кейін жирен дейді. Енді былай қарап отырсаңыз, кезінде мынау Құранның өзінде жазылған дейді ғой. Оқы және оқы, оның бәрін біздер анау Ленин айтты дейміз, бірақ біздің Ыбырай ақсақалды айтып кетті мысалы. Кел балалар оқылық. Міне бір Аллаға сиынып деп. Енді тәңір жоқ дедік, ол кездерде біздің тәрбие солай болды. Бірақ дін, діл, тіл деген барлығы ол үш тұғырлы дүние, бәрі бірігіп жатқан, оның бәрі әрине зерттелген дүниелер, оның бәрін зерттеп жазылып жатқан дүниелер, оның бәрінен айта берсе қазір сөз әрі қарай шуалаңқы болып кетер. Негізіне сол енді жаңағы газетті басқаруға жіберілдік, аудандық газетке. Ол кезде газет екі газет шығады ол кезде. Аудандық газет Жаңарқа, Новый Степ деп. Ол кездегі азаматтар қандай болды? Біздің даңғайыр жазушыларымыз, қазір біздің даланың дүйімасы деп жүрген Асан Жұмәлі дейді. Уақытпен де санаспайды ғой. Иә, уақытпен санаспайды. Өміртай Жақыпов, Қалиақпар Әбілдин, Қашқынбай Мұқыш, Қашқынбай Сейсеке, Қайрулла Аманов, Хамит Дәрібаев. Қандай азаматтармен жұмыс істедік? Барлығы Күшетай Түйебаев, қандай білімдар адамдар. Біз бәрінен солардан кішкентайдан болса да үйренуге тырыстық. Солардың нәтижесі болар. Содан жаңағы білім қашанда, қай уақытта да көптік қалмайды. Әрине. Сондықтан да сол жұмыста жүргенімізде, ол кезде қайта құру заманы болды, Горбачевтың Михаил Сергеевич. Сол заманды біз көрдік, қайта құрамыз деп, қайта құрып кете жаздаған жағдайлар болды. Мысалы, қарап отырсаңыз, қайта құру деген атының өзі айтып тұрған жоқ мысалы. Содан жаңағы білімді одан әрі қарай шыңдау керек болды. Мен сол 2 жыл жұмыс істегеннен кейін аудандық газетте жаңағы жоғары партия мектебіне оқуға кеттім. Оны бітіріп келдім. Бітіргеннен кейін келсем, жаңағы қиын кезең
әлгі сол аласапыранның алды кеңес одағы ыдырайтын жаңағы біздің газеттің новость деп газеті жабылып қапты. Тек жаңарқа газеті ғана қалды. Ош. Құлдырай бастады ғой. Құлдырай бастады. Енді содан маған да жұмыс, мен ауылға келдім. Ауылға келіп мені жұмысқа жан-жаққа жібере бастады. Жезді газетінің редакторлығына бар деді. Сәтбаев қаласындағы орыс газетінің басшылығына бар деді. Одан кейін мына Жезқазған ту газетінің бөлім меңгерушісі қызметіне бар деді. Содан кейін мына біздің Қызылжар кентінің, ол кезде Балкен Орынбай Ташкентке партия мектебіне оқуға кеткен. Сол кісінің орнына бар деді, исполкомның төрағасы болып. Мен біреуіне барған жоқпын. Маған жұмысты берсеңдер, осы ауданнан беріңдер. Мен оқығанды, білімімді сыртта жаратпаймын. Осы еліме берейін. Еліме берейін. Туған топыраққа берейін. Туған топырақ, бір осындай бір қисық мінез. Сонымен жаңағыларға барған жоқпын. Содан ақыры Нұрперизон Домбай деген социалистік Қазақстан газетінің тілшісі болды, білесің. Азамат, керемет азамат еді. Сол кісі келді бір күні Жезқазғаннан. Ау ақсақал, сіз осы 6-7 қызмет береді, сіз біреуіне бармайсыз. Мынау сізге соңғы қызмет. Мына обкомның өтініш шағымдарымен жұмыс істейтін сектор меңгерушісі. Соған сіз жұмысқа келіңіз. 6 айдан кейін 3 бөлмелі үйіңіз болады. Содан жаңағы жерді ойланайын, үйдегі жеңгеңіз бар деді. Енді үлкен лауазымды қызмет. Мен айттым, қаңғып 2 жыл Алматыда жүрдім. Енді 6 ай таған жақта жүр дейсің ба? Осы жүргенімде жетер. Содан барған жоқпын. Бір күні Әбіш, Секен Әбішұлы, райкомның бірінші хатшысы шақырады. Сіз анда жібереді, мында жібереді, бармайсыз. Өйткені мен ЦК-ның номенклатурасында тұрмын, мана партия мектебін бітіргеннен кейін. Анда жібереді, мында жібереді, бармайсыз. Енді сіз зоотехник екенсіз ғой. Мынау біздің ауыл шаруашылығы басқармасына зоотехник болып барыңыз деді. Сосын Секен Әбішұлы дедім. Мен ол жаққа қалай барам? Менің өзім ол оқуды бітіргеніме неше жыл болып кетті. Ұмытып қалдың ғой. Менде қандай зоотехник қалды? Күлді. Енді не істейміз? Енді білмеймін. Қай жұмысқа болса да барам. Содан кезінде совет дегендер құрылды ғой, президиум. Кеңестердің президиумы, ол кезде оның төрайымы Соколова Галина Михайловна деген кісінің. Содан бір күні жолығып қалдық. Осы көрішіп тұрамыз. Сізді маған қызметке ал деп отыр. Бірақ мен ол қызметті сізге лайық көрмей отыр. Ой, неге? Маған қандай қызмет кесіп болса да бәрі, мен жұмыс істеймін. Жоқ, ол қызмет сізге лайық емес. Енді айтсаңызшы, ол не қызмет? Сөйтсем, жаңағы Шәкіржан Әбікенқызы мына декретке кетіпті да, ол кісінің орны босапты, ол кісі мына іс қағаздарын тіркеуші екен сол жерде. Маған сол іс қағаздарын тіркеуші қабылданасыз. Мен ол шаруаны сізге лайық көрмей отырмын. Сіз партия мектебін бітіріп отырсыз, ауданда газетті басқардыңыз кезінде. Райкомда жаңағы кабинетті саяси ағарту кабинетін меңгеруші болдыңыз, ол қалай? Сосын мен айттым, біздің қазақта мақал бар дедім. Ол қандай мақалы екен деді. Есектің артын жууда мал тап деген. Тух, сіз айта бересіз деп бетіме қарап күлді. Расымен бе деп. Расымен бар, қабылдай беріңіз. Содан мен жаңағы президиумға кеңестің іс жүргізуші болып бардым. Іс жүргізіп жүрген кезімде бір күні Шардарбеков Шәріпбек деген ақсақал Қазақстан Республикасының парламентіне, ол кезде жоғарғы кеңесі, парламент жоқ, кеңесіне депутатқа үміткер болып түсіп жатыр екен, Жезқазған облысы бойынша. Содан сол кісі Жезқазған облысынан жаңағы депутат болып сайланған екен. Ол кісіге көмекші керек екен, көмекші хатшы.
ол сайланған ол кісінің аумақтары Жайрем, ол кезде экономикалық аймақ, содан кейін мына Қаражал, біздің Жаңарқа, Ағадыр, Шет аудандары бойынша. Жаңа көмекші хатшының жұмысы сол жерлерге жаңағы халықпен байланыс орнату, қандай ол кісілердің сұрақтары болады, сауалнамалары болады, соларды жаңағы депутатқа жеткізіп отырып, соның бәрін реттеп отыратын жаңағы көмекші хатшы екен. Сонымен жаңағы кісінің көмекші хатшы болып тағайындалдым. Оның жалақысы бар екен. Және де республика бойынша таксиден басқа жерге тегін жүреді екен. Үкіметтің адамысыз ғой. Үкіметтің адамы болды. Депутаты, жаңағы депутаттан кейінгі. Жаңа сонымен ол кісіге көмекші болып тұрып, екі жұмысты қатар алып жүріп кезімізде мына жаңа институт, әкімшілік институт дүниеге келді. Әкімдер сайлана бастады. Сол әкімдер сайлана бастағанда бір күні біздің ауданға алғашқы әкіміміз Аманбек Түсіпханұлы Әбдіханов әкім болып келді. Сол әкім болып келген күні біраз жігіттердің басын қосты. Содан жаңа тәрбиеден шығып басын қосқанда біздерді Секен Әбішұлы таныстырды. Мынау ана жігіт, мынау ана қыз деген сияқты әрқайсымыз енді 15-16 адамбыз. Әрқайсымыз таныстырып жатыр. Бір мезгілде кезек маған келді. Мені Амантай Нағатайұлы осындай бізде осындай лауазымда жұмыс істейді дегенде мен түрегелдім. Бұл азамат сырттан келіп жатыр. Өзіңіз сыйлап тұрсыз ғой. Мен ол да құрмет. Ол кісіге деген құрмет, ауылда келіп жатқан басшы. Оған құрмет көрсету біздің міндетіміз. Үкімет жіберіп тұр. Иә, ол кісіні жіберіп отыр. Ал біз өзіміздің тәрбиемізді көрсетуіміз керек. Сондықтан да мен ол кісіге деген құрметімді көрсеттім. Мүмкін содан ба, білмеймін, мені ол кісі біраздан кейін жұмысқа шақырды. Жұмысқа шақырып, мен мына жерде екі жұмыс істеп отырмын, жалақым жақсы, ол жұмысқа келгім келген жоқ. Жаңадан ашылып жатқан қызмет қой енді. Аппарат басшы деген ол кезде жоқ, ол кезде іс басқарушы дейді. Ол жаңағы барлық жұмысты аудан бойынша жүргізуіңіз керек. Кадрларды іріктеуіңіз керек. Жаңағы жұмыстардың күн-түнсіз қиын кезден ақша жоқ, электр жарығы жоқ, көмір жоқ, сондай қиын кезеңде от жанып тұрған отта біз жұмыс істеуімізге тура келді. Сондықтан мен көне қоймап едім. Сіз осы ауданнан кетпепсіз ғой кезінде. Осы аудан үшін жұмыс істеймін депсіз ғой. Ал көрейін де. Мені сөзімнен, баяғы өзімнің сөзімнен ұстап алғаны ғой. Оны біреулер айтты ма, жеткізген ғой енді. Сонымен жаңағы жерде жарайды деп келісіп, түрегеліп, әбекелеп, сыйласып, жұмыс істейік. Менен үлкен ол кісі. Мен аға, сіз іні болып деді. Сосын түріне қарадым да айттым. Мен сізге іні боламайтын шығарым дедім. Түрі өзгеріп кетті. Қайнап шыға келді ол кісі. Қыз бағанды ма? Қыз бағанды кісі. Содан неге деді қабағын түйіп. Неге болғанда қалай? Мен өзім бір әулетке аға болып отырған адаммын. Мен сізге қалай іні боламын? Деп күліп жібер. Әкеңіз қолыңызды. Сонымен қол алып сыйласып істедік. Ол кісі кеткенше мені атында атаған жоқ, әбеке деп кетті. Мені бір-бірімізге деген. Бірақ жұмыстарда мен ол кісіге кадр саясатында да өзімнің ойымды айтып тежеп отырдым. Бірақ ол алғы әкім, қашанда әкім. Сондықтан да ол кісінің де өзінің жаңағы ұстанымы болды. Оны әркімдер әртүрлі айтса да, ол кісінің жаңағы жетегінде басшының кетпеу, ол үлкен өнер қарауындағыларға. Сіз өз ойыңызды жеткізе білу. Және кей басшылар болады, сіздің айтқан ой идеяларыңызды арада 5-6 ай өткізіп, тіпті 1 жыл өткізіп бар, өзінің идеясы қап айтатын басшылар болады. Ол бәрібір сіздің идеяңыз болса да, ол жүзеге асып жатыр ғой жаңағы. Ол елге керегі жарап жатыр ғой. Сондықтан да оған менің идеямды ұрлап кетті деп айтуға болмайды. Бірақ сондай басшылардан да айналу керек.
Иә, Ол- түсініп тұрмын. ол барлық жерде бар. Сондықтан да міне біз қарап отырсам осы 50 жылдан астам еңбек еткен жылдарында 4 бірінші хатшы 7 әкіммен жұмыс жасаппын. Олардың әрқайсысының өзіндік мінезі бар, өзіндік жаңағы ұстанымы бар, айтып отырғандай. Соныменен жаңағы іс басқарушы қызметі келесі жылы бұл аппарат басшысы деген лауазым пайда болды. Сол жұмыстарда біз енді жаңағы аппараттың оқуы, олардың жағдайы, қызметкерлерінің соларды жасауға тырыстық. Өйткені қанша дегенменен қиын уақыт, олардың барлық мынау сенбі жексенбіде біз ауылдарға сенбілікке баратынбыз. Біздің мынау жаңағы барлық әкімшіліктің қызметкерлері халықпен бірге Қайнап, шөбін таситынбыз, бірге қайнап, жаңағы картошкаларын жинайтынбыз, анау көкөністерді жинайтынбыз. Содан жаңағы басшыларға мен айтатынмын, сіздерге біз міне сенбі жексенбіде жұмыс жасап жатырмыз. Осы күзде жаңағы осының бізде нәтижесін көрейік, қызығын көрейік. Мына сіздерге мен тізім әкеп берем, сол бойынша бізге босатасыздар. Жаңағы қызметкерлерімізде ақша жоқ қой. Сол өнімнен олар бізге шөбін де алдық, картошкасын да алдық, көкөністерін де алдық. Міне сөйтіп жұмыс жасадық. Әрине, содан бір күні 93 жыл жаз айы мені шақырып, Аманбек мырза, мына жұмыстың бәрін тәртіпке қойдық. Енді мына тіл басқармасы деген құрылып жатыр ауданда. Ономастика. Сіз соған басқаруға барыңыз. Ол менің жұмысымнан кінә бар ма? Жоқ, кінә жоқ. Сіз енді мына жұмысты бұнда көріңіз. Бұнды алың, жаңа бастап беріңіз. Бастап мынаны дұрыстап білетін адам керек қойыңыз дейді ғой. Енді сіз бұрын газетте істеген адамсыз. Мына өзің мамандығыңыз бойынша тіл әдебиеті мұғалімсіз. Енді осы жұмысты қолға алыңыз. Бірақ келуге тура келді. Жаңағы ономастика ол кезде жаңадан басшымыз Қайырбек Изатбекұлы деген жақында қайтыс болып кетті. Жаны жанатта болсын. Сәдуақасов деген білімді азамат еді. Сол кісімен бірлесе жұмыс жасадық. Біздің аудандағы 22 елді мекенінің біз 18-дің атауын қайтардық. Мынау Дружба, Байдалы би, ана Қарағаш, ана Көктал, осы сол кездегі біздердің жаңа жұмыстарымыздың нәтижесінде атауларын қайтарды. Ақтүбек бәрі тегіс. Қазақи аттарды алдық. Енді біз әрі қарай жалғастырмақшы болып едік. Сол уақыт біз мынау алғашқы бізден облыс бойынша төбе билер жарысы өтті. Біздің ана Үмбетжан ақсақал Байдалы бидің рөлін сомда біздің ана Мағзұм Жақсылық ол кісінің сал серісі болып жанымызға біз 20 шақты адамды ертіп алып кәдімгі бай билері жүретін бұрынғының би шешендердің жолын жалғастырған ауыл болып бардық. Байдалы биді алғаса. Төбе би атанды ол кісі. Облыс бойынша. Үмбетжан әкеміз. Сол кісі дәу теледидар алды. Міне біздердің жаңағы жасағандағы жұмыстардың нәтижесі. Содан бұл 96 жылы бұл мекеме қысқарып кетті. Тіпті республикадағы тіл комитетін қысқартып жіберді ғой. Қаражат жоқ деп. Тек қана 2 облыс қана алып қалды. Семей менен Ақмола. Біз Абай сөйлеген тілді, біз Сәкен сөйлеген тілді қысқартпаймыз. Барлық кәсіпкерлері сол қашан жаңағы ақшалары менен көмектесіп жаңа басқармаларын ұстап отырды. Кейіннен бұл басқармалар тіл мәселесі жаңа мәдениетке еніп кетті. Архив бәрі тіл. Ол енді қабаттасып жүргеннен кейін ол қандай шаруа болады. Біз жұмыс жасаған кезде ана Аманбек марқұм отыратын қызметкерлеріне айтатын ғой, мына кісіге өзім ұсынып едім кезінде анау тіл басқармасына. Енді өзімнен жаңа жұмыс сұрай бастайды деп. Біз енді өзіміздің ана тіл мәселесі жөнінде мынау кеңсе қағаздарын біздің өзіміздің қазақ тілін аудару, мемлекеттік тілге аудару. Біз соны талап етеміз ғой. Сол талап ету бұл тек аудан емес, облыс, тіпті республикадағы да ұнаған жоқ. Сондықтан да жаңағы тіл комитетінің қысқарып кетуі сол. Мен содан 1 жыл жұмыссыз отырдым.
Оны да көрдік, жұмыссыздықтың не екенін де көрдік. Содан ақыр аяғында мына қайтадан әкімшілікке қызметке тұрдық. Енді жай қызметкер болып, содан сөйтіп жүргенде мынау қоғамдық ұйымдар құрыла бастады 93 жылы. Сол қоғамдық ұйымдарда біздің ауданда да 7-8 қоғамдық ұйымдар құрылды. Руханият партиясы, ауыл партиясы, Ақ жол партиясы, мына ол кезде Отан партиясы, социалистік партия, демократиялық партиялар бізде де жаңағыда құрылды. Соның мен мына ауылдағы халық бірлігі партиясын құрып, соның төрағасы болдым 93 жылдан бастап. 99 жылы жаңағы президент сайлауында барлық партиялар, жаңағы қауымдастықтар бірлесіп Отан партиясын құрды. Сол кезде алғашқы, ол кезде қазіргідей мынау атқарушы хатшы деген, бірінші орынбасар деген лауазым болған жоқ. Ол кезде атқарушы хатшы деген ғана болды. Сол атқарушы хатшы болып жұмысқа тұрдық. Ол кезде ол жұмыс қоғамдық негізде, ақша төленбейді. Соныменен жаңағы облыс мені депутаттыққа түсірді. Облыстық жаңағы партия, Отан партиясы. Содан Отан партиясына мен 7-ші сайлау округі Ақтау, Көктал, Бидайықтан не бар, біздің Ақтайлақ, содан кейін Ералиевтен 189 бөлімшесі бәрі бір округте. Сол бойынша ол кезде баламалы адамдар түседі қосымша. Соныменен сол баламалы негізде депутаттыққа өттім. Содан қоғамдық негізде тексеру комиссиясының төрағасы болып сайландым. Содан енді депутат болғаннан кейін маған мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге болмайтын болды да. Содан мына ол кезде газеттегі кім Атымтай марқұм басқа жұмысқа ауысып кеткен. Облысқа мына 3 ай бойы бізде газет шықпапты. Қарызы коммуналдығы бар, жалақысы бар. Где-то 500 миллионға таяу ғой деймін. Сондай қарыз болған. Содан жаңағы баяғы өзімнің ошағым кезінде жұмыс істеген Қара шаңырақ газетің деп мен сол қайтадан жаңағы газетке алып келдім. 99 жылдың 30-шы ма 31-ші желтоқсанында мен газетке редактор болып тағайындалдым. Енді газетке тағайындалғаннан кейін оның жаңағы жағдайы жаңағындай болып тұр ғой. Қыл үстінде тұр. Енді бұл жазылған адамдар бар ма? Газетке деп жаңағы поштаға хабарлассам 4 адам жазылыпты. Оның біреуі әлі есімде Төтеев ғалым, екіншісі кім неде істеген Шолпан. Біздің жер комитетінде істеген. Ибраева емес. Ана Шолпан. Жер бөлімінде істеген. Хамзина. Соныменен жаңағы 4 адамнан қандай ақша түседі? Содан газет шығар дейді. Газет шығаратын ақша жоқ. Қайдан шығарасың? Содан сол жылы мынау коммуналдық қазыналық кәсіпорын деген заң шыққан. Сол бойынша жаңағы редакцияның жиынын өткізіп, жаңадан жарғысын жазып, жаңағы коммуналдық қызмет көрсетуіміз керек деп 17 кәсіпкерменен мекеме басшылары бар. Келісім шартқа тұрып, жаңағы ол кезде газет аудан ол кезде газет аудандық, ол кезде аудан әкіммен мәслихаттың газеті. Соны мен алдымда, енді босат ақша беріп отырған жоқ. Бұл аудандық газет жасадық. Аудандық газет жасаудың негізгі себебі не? Ол аудандық мәслихатпен аудандық әкімнің газеті болғаннан кейін оған әрбір адам өзінің ой пікірін ашық айта алмайды. Жариялық керек. Жариялыққа сізді ол жеткізбейді, өйткені ол сіздің газет анандай болып тұрғаннан кейін сіз оған бере алмайсыз
жаңағы адамдардың ой пікірлерін шығармайды. Ол кісілерді цензура сияқты ғой. алып тастайды. Сосын мен жаңағы аудандық газет жасадым да, бұл аудандық газет, ақша сіздер әлі беріп отырған жоқсыздар. Ақшаны мен өзім тауып отырмын. Өзіңіз қаржыландырып. Өзім қаржыландырдым. Сондықтан бұл біздің әрбір тұрғындар өздерінің ой пікірлерін мақала бермесе ақшасын төлейді де бере береді. Жариялау керек деп, қандай мақала жариялайды әркім, бірақ мемлекетке қарсы шықпау керек. Жаңағы бұл саясатқа қарсы өз пікірлерін білдіру керек. Айтуға міндетті азамат ретінде. Соныменен сөйтіп жұмыс жасадық. Одан кейінгі енді сонымен қатар мен депутат ретінде жаңағы мына қоғамдық негізде болды ғой, мына біздің жаңағы тексеру комиссиясының төрағасының лауазымы. Сол бойынша мына Қасымбек Медиев деген ақсақал бізде мәслихаттың хатшысы болды. Ол кісі республика бойынша мәслихаттардың бірлестігінің төрағасы болды. Сол кісімен бірігіп барлық жұмыстарды жүргізіп, мынау тексеру комиссиясын төленбелі жасау керек. Өйткені ол қоғамдық негізде жұмыс істемеу керек, бюджет тексеру керек. Оның құрамында адамдар бар қаншама. Сондықтан да бұл тәуелсіз болу керек. Қаржы төлену керек деп жаңағы қаржысын шешіп 2002 жылы жаңағы мен тексеру комиссиясына төраға болып келдім. Ол жылдары 2003 жылы бір жылдай ғана істедім. Енді жаңағы 2003 жылғы сайлауда тағы да баламалы негізде мен өтпей қалдым. Ол енді биліктің адамдары өтті. Сондықтан да оған мен жұмыссыз қалдым. Содан партиямызға қайтадан қайтып келдім. Ол кезде партияға ақша төленбейді. Сол бұның да қайырын берсін десің. Бұның да қайырын берсін деп жүріп жатқанда, жаңағы бұның бәрі неден шығады? Бұның бәрі адамға керегіне талап керек, қажымас қайрат. Шындай ма? Шындайды. Осының барлығы тәрбие. Төзім, сабырлық, бәріне шындайды ғой сізді. Ал сіз оған бәріне несін оған өкпелеуге болады? Бұған да қанағат қылдыңыз ғой. Енді қанағат, өйткені бір күні облыстан звондайды, ойбай, мынау тиын тебен беретін болды жаңағы Отан партиясына. Енді сіз істейсіз бе? Неге істемеймін? Мен өзім бос жатқан адам емеспін бе? Соны күтіп жатырмын ғой. Күтіп жатырмын. Содан 2004 жылы сол осы партияға қайтып келдік. Міне біртіндеп мына Серік Жаманқұлына рахмет, ол кісі әкім ол кезде. Ең бірінші әр сайлау сайын 2003 сайлауда бір бөлмесін алдым осы ғимараттың. Содан кейін екінші сайлауда екінші алынбайтын қамал жоқ. Алынбайтын қамал жоқ. Сонымен осы ақыр аяғында осы ғимаратты тегіс алдым ғой. Ол кісінің қаулысыменен. Қалай болады дейді, осы қаулыңыз шығарыңыз да бере беріңіз. Бұл өзі есепте жоқ ғимарат. Ешкімнің есебінде жоқ. Бұл сізден ешкім дауламайды. Кезінде библиотека болған, кітапхана болған. Біреуінің құжаты жоқ. Ертеде. Сол жаңағы қолма-қол қаулысын шығарып бізге берді. Біз бұнда 2 рет жөндеу жүргіздік. Мен осы жаңағы Отан, одан кейін 2006 жылы Асарды қосып Нұр Отан болдық. Оған да қарсылық білдірген кезіміз болды. Жаңағы атына мынау Отанға жалғау беру жоқ. Отан деген ана сияқты, ана деген бірақ ат, оған нұрдың қажеті жоқ. Бірақ біздің сөзіміздің бәрі өткен жоқ. Тарихта қалсын деп айтып отырмын. Ертең біліп жүрген жақсы. осының бәрі ертең азаматтар сол кісі айтып кеткен сондай болған екен деп. Біз көзімізбен көрген және қолымызбен мына хахолдар айтады, украиндықтар. Не поверю дейді, пока не пощупаю дейді. Қолыммен ұстап көрмей сенбеймін дейді ол кісілер. Сондықтан да бұның бәрі көзімен көрген нәрсе, рас нәрсе болғаннан кейін Алланың сөзі рас дегендей. Біз рас нәрсені ғана айтуымыз керек. Ертеңгі ұрпаққа бұл да тәлім тәрбие өнеге ертең. Соныменен жаңағы жұмыстарды атқарып, соныменен жаңағы 2015 жылы мені жаңағы бұл жұмыстан да кішкене көзқарасым кері қарау болды ма, жаңағы басқа жаққа зейнетке шығуыма 8 ай қалғанда басқа жаққа облыстан нұсқау болып, басқа жаққа ауысу керек деп. Содан мені мінездеме беріпті. Мінездеме дәл туған күнімде беріпті, 28 мамыр күні. Жаңағы сәйкессіздік қызметке. Содан жаңағы мінездемені
ол кезде төрағамыз марқұм Омар Абдрахман еді, игілікұлы. Сол кісіге бардым. Мен мына мінездемен келіспеймін. Облыстың берген мінездемесі маған. Сіз партияның төрағасысыз. Мені қайтадан қараңыз, мен бюроны шақырам, 5 адам бюро бар. Соны шақырам, мені бюрода қарап өзіңіздің. Маған мінездеме беріңіз. Шешім беріңіздер. Мен мына мінездемемен облыстың берген келіспеймін. Облыстан гөрі мені сіздер жақсы білесіздер. Осы ауданның тумасын тұрған. Сонымен ол кісі, деп өзіңді бюрода қаратпақшысың? Бюрода қаратып, несі бар? Мені бюрода қарайсыздар. Деп бюроны шақырып, ағына қарасын қара, анау тұрған қарсы кабинетте отыратынбыз. Сол жерге бюро мүшесі 5 адамдың. Мынау Сухарев Федор деген жігіт, мына темір жолда істейді, кәсіподақтың төрағасы. Содан кейін біздің өзіміздің Ғазекен Жарылғап, мына училищенің директоры. Содан кейін Зәмә өзіміздің Аман. Ол біздің партияның фракциясы, депутаттардың фракциясының жетекшісі. Содан кейін жаңағы Абдрахман Игілікұлы. Сосын мен 5 адамбыз. 5 адам жаңағы сол 5 адам мен бюрода қарайды дегенде естіп, жан-жақтағы біздің қоғамдық ұйымдар бар, жекелеген мекемелер бар. Маған 10 шақты ұсыныс түсті. Мені қолдап. Бірге жұмыс істеп келе жатқан іскер әйелдері бар, ардагерлер кеңесі бар, қоғамдық кәсіподақтар бар. Сіздің еңбегіңізді бағалаған. Менің еңбегімді бағалаған адамдар ғой. Енді мен оған сізді қолдап отыр. Мені қолдап, жаңағыны естіген ғой. Сосын жаңағыларды әкеп үстелдің үстіне қойды. Мынау. Сосын мен де оны жаңағы Ғабдрахман Игіліктің алдына қойдым. Міне мынау мінездемелер мыналар етіп қойған қағаздар. Мен бұны өзіммен бірге алып кетемін, маған керек не. Соныменен жаңағы 3 адам мені қолдады. Төраға ретінде Ғабекең қалыс қалды. Мен қалыс қалдым. 3 адамменен мен мінездеме алып, қайтадан аттестацияға барып. Бірақ та ол маған қысым жасағанымен енді Ғабекеңе қысым жасай бастады. Бір күні Ғабекең шақырады, Амантай, енді маған қысым жасап жатыр мына кісілер. Облыстық әкімге хат жазып, қалай істейміз? Мен енді сізді редактор қоя алмаймын, редактор өйткені отыр, Дүйсенбай марқұм. Сосын не істейміз? Мен айттым, оның несіне қиналасыз? Егер сізді қинап жататын болса, мен бұл қызмет деген қолдың кірі, мен қазір босатамын. Босатпауыма да болады. 8 ай ғана қалған зейнетке. 1 жылға дейін маған ешкім ештеңе дей алмайды. Үйде жатсам да маған ешкім жұмысына алып тастай алмайды. Бірақ мен ана Ғабекең азамат қой, шақырғаннан кейін жарайды. Оған зиян тимесін. Тимесін. Сондықтан да жаңа газетті айттыңыз ғой деді. Мен сол газетке жіберіңіз. Мен енді 2 рет басшы болдым ғой. Жетеді газетте. Енді мені сол 1-ші орынбасар қылып жіберіңіз газетке. Сосын осы жердегі жалақымды сақтаңыз. Мына жерде қанша ақша алсам, сондай жалақыны ана 1-ші орынбасарға да қойыңыз. Ал пенсияға содан шығайды. Пенсия зейнетке 8 ай қалды ғой, содан шығайды. Оны қалай істеуге болады? Ол түкте жоқ. Қазір мына орынбасарымызды шақырыңыз. Мәселені сессияға шығартыңыз. Мен өзі мына журналистер одағының мүшесімін, Қазақстанның. Сондықтан да ана редакцияны жұмысын нығайту үшін әрі қарай деп мені сол жаққа қаулыңызбен, мәслихаттың шешімімен жіберіңіз. Сіз де дейш, Құда да дейш. Сонымен жаңағы сессияның шешіміменен мен 8 ай жаңа газет істедім. Келсем Дүйсенбай марқұм, ал жерге қайда отырамыз? Мен өзім мына жерде әзір отырмын, бір бөлме. Енді сіз үйге барып жатыңыз. Енді болса да 8 ай ғана қалды ғой. Сөйтсем мені үйде жігіттер жатқызбайды. Сіз жұмысыңыз қайда? Неге орныңызда отырмайсыз? Сізді деп барамыз, орныңызда жоқсыз. Мені іздейтін адамдар бар екен ғой деп, сосын жаңа қайтадан жұмысқа барсам, Дүйсенбай тағы шығады. Ақсақал сізге жат деген жоқ. Мен жатамаймын. Ол кісі. Мен жатамаймын ғой. Қалай енді мен одан да сіздер үшін жұмыс жасайын деп жаңағы біздің журналистер қоғамы бар ғой, ұйымы бар, жаңағы бастауыш. Содан жаңағы сіздер құжаттарыңызды дайындаңыздар. Мен осы жүрейін. Астана барайын, облыс барайын, Алматы барайын, Қарағанды барайын. Мен жаңа ақшамен жүріп,
мынау сіздерді осы Қазақстан журналистер одағының мүшелігіне өткізейік. Менің жұмысым сол болсын деп. О, керемет нәрсе. Содан Дүйсекең бар, екі салтанат бар, жаңағы Қазақстан журналистер одағының мүшелігі атағына ие болды. Алла. Сол- Сіздердің арқаларыңызда жүрдім. бақам. Сол зейнетке Сіздердің арқасында. сол кеттім. Соныменен мені зейнетте де шығып ем, мынау аудандық ардагерлер кеңесі шақырды. Ойбай, сіз үйде неге жатасыз? Мынау ардагерлер кеңесінің жұмысына мынау ақпараттық саласы бар, соған ие болыңыз деп төралқасына енгізді. Төралқа мүшесі қылып. Одан кейін сіз босқа жатасыз ба деп, мынау Аманат партиясы, олар жаңағы филиалының саяси кеңес бюросының төрағалығына енгізді. Партиялық бақылау төрағасына енгізіп еді, мен одан айттым, айналайын, мынау қоғамдық кеңестің төрағасы бар, мен осы бір адамға бір төрағалық жетеді. Одан да осы мына төрағалықтан жастарға беріңдерші. Жұмыс істесін. Жұмыс істесін. Мына Аужекең өткен жолы жаңағы төралқа жұмысынан қысқартыпты. Айттым, ой, жақсы болды. Бұл жұмыстан қысқартқандарыңыз, мен енді тікелей өз қоғамдық кеңеспен шұғылданамын деп, қоғамдық кеңестің жұмысынан да міне осы 31-інде бұл мәселенің өзінің де жаңағы 3 жылдық мерзімін өтеп, ол кісілерді жаңа құрамға табыстадық. Ол жерде де жаңағы басшылар алғыс хатын табыстап шығарып салды. Рахмет. Енді міне бүгін ғимаратта Аманат партиясы кешегі өзіміз құрған. Сонда сұхбат құрып отырмыз. Бұл жерде де міне сол жаңағы айтып өткен филиалдың саяси кеңесінің бюросының төрағасы ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Әрине. Енді осы барлығы жүрген жолымыз біздің ол мына өзім жаңа айтып өткендей барлығы бұл кейінгіге өнеге болса, керегіне жараса, бізге одан артық ештеңе керек жоқ. Осындай ағаларымыз болған екен, осылай жолдан өткен екен деген деп айтып жатса, ол да біз үшін үлкен қиындық. Сол сіздер неден жеңсе, оның бәрі үлкен бір көмек. Енді сол қиыншылықта жүрген, сондай кезеңдерде жүрген кездерде, әр кездерде ойыңызға түсетін ойлар болады. Сонда түскен ойларымды мынау неге шумақтарға бір сыйдырған ем, соларды сіздерге оқиын. Ай бәрекелді, үлкен шашу болсын, мынау жеңістің, ұлы жеңістің, мынау 80 жылдығы. Бабалардан қалған сөз дейді, кезінде Саққұлақ би айтқан екен, адамның басшысы ақыл, қорғаушы мінез, жаңағы сынаушы халық деп, соған байланысты біз өзіміз кішкене жаңағы сөзді ары қарай тереңдету мақсатында. Сәлеметсіз. Адамның бір басшысы ақыл деген, ақылмен қайраңдамай жүстің кемен, ақылға сабырыңды қосшы қылғын, кеткенше жүрек тоқтап суып денең. Жеу үшін әрқашанда болсын талап, әмәнда іс жасағын соған қарап, талаптының алмайтын қамалы жоқ, аяз қарып тұрса да оғын борап. Келген соң бұл өмірге керек кәсіп, адалдықпен жүріңіз тауып нәсіп, қолдан келген көмекті аямаған, сонда жүрер барысың алға басып. Қашанда қорғанышың сабыр болсын, қорғаушың мінез атты қоңсы қонсын, сынаушың әр кезде де халық болып, бірлескен берекелі ісің оңсын. Адамға бір қажеті ой мен арман, көргенің шындық болса естіген жалған, қажетіңе жаратып зерделегін. Осындай бабалардан сөздер қалған. Енді қазіргі заман ағымы. Кім жеткен бұл фәниге арманына, тағдырдың көнеді адам салғанына, біреу ерте біреу кеш өтіп жатыр, сенбей көр бұл заманның жалғанына. Татысын татымасын талғамыңа. Шындық осы шыдай біл салмағына, аңдап анық баспасаң бәз біреулер, түсіреді байқатпай қармағына. Бөгіп ұстап қолығын бармағына, мәз болар алдап арбап алғанына. Түсінен түңілесің тіміскішіл, келдім деп неге осы алдарына. Қазақтық намысы жоқ қандарында, жазылмаған оларға заңдарында. Ауаны олар жұтқан бізде жұтып, жүреміз амалсыздан жандарында. Жолдардың тарау тармағында, келемін досты жинап жан жағымда. Дүзу жүріп туралап өтсем деймін,
қарамай заманағым салдарына дейді. Бәрекелді. Енді мына бір жерде наурыз, кеше ғана атап өтіп жатырмыз. Мынау көктем бір жағы бәрі егіз ұғым деп мен бір өлеңге сыйдырып едім. Армысың әз наурызым ару көктем, мерекесін халқымның көптен күткен, жер жүзін көк майсаға бөлеп келіп, шуақ шаштың бәріне жылы леппен, сеңгіріне тауымның бұлттар шөккен, жаныңды жадыратып жауын төккен, жаңғыруда елімнің салт дәстүрі, бұл көктемге менің де жоқ қой өкпем. Тойлаумен әз наурызды бабам өткен, кейіннен ұмыт болып бізге жеткен, ару көктем әз наурыз егіз ұғым, тойлаңыздар жамағат жаңа леппен. Қазағым тастап күпі киіп шекпен, аралап ағайынды жиын еткен, кешірісіп ортада болған жайды, араға сыйластықтың дәнін сепкен. Наурызым нұрландырып нұрын сепкен, ал халық бұлақ аршып талын еккен, әдет ғұрпы жұртымның жаңғыратын, тәңір сыйы мереке келген көктем. Бәрекелді. Енді бәріміз де анадан тудық, ана тәрбиесін алдық. Сол анаға деген тағзым. Бар мекен адам анадан асқан, жатыр ғой жұмақ ізінде басқан, бәріне көніп, бәріне төзіп, шығарған шыңға көгіне аспан. Төрт бөліп түнгі ұйқысын ашқан, тербетіп бөбек искелеп шаштан, өзіңдей жандар өмірлік бақыт, жүзінен мейірім шуағын шашқан. Айтқаны анық тиетін ақтан, көтерген жүкті беселі батпан, анадай ғазиз, анадай әзіз, жандарды мына өмірден таппан. Тыныштық көрмей баласын баққан, аузына тосар дәмдісін тапқан, кетсе де бақи сөздері есте, ізгілік шамын жүрекке жаққан. Келсе де жасы қалмаған саптан, қуанып келсең арқадан қаққан, жайраңдап жүріп шығарар еді, сақтаған саған құртмайын қаптан. Жүрегі жаз ғой қысында ақпан, жанары бейне жұлдызды аспан, анамды жүрем мақтаныш етіп, кеудегі алтын алқасын таққан. Мақтансаң адам анамен мақтан, шаттансаң бала анамен шаттан, анаға жайсыз жат қылық жасап, жүрген бір жаман баладан сақтан. Енді бақытыңа балаңдар дейді, бұл ару аналар, жар қыздарымызға. Әйел ару, әйел ана, әйел жар, олар барда жұмыссың аз алаңдар, сондай жанды ренжітіп жатадау, сезімге бұл ниетін ас надандар. Әйел арың, әйел барың адамдар, бақытыңа, байлығыңа балаңдар, бесікті де әлемді де тербеткен, қызмет ет сондай жанға жарандар. Әйеліңді жұмақ кілті санаңдар, үйіңдегі жарығың сол қараңдар. Кеңесшің де бола алады ол саған, жібермейтін іске сені арандар. Еркек емес еркекпін деп жалаңдар, ортамызда жүр ғой әлі арамдар. Ана жетім бала жесір бүгінде, айта берсең көзден жасың тарандар. Жасалуда бұл уақытта қадамдар, әйтсе дағы көңілде бір алаң бар. Жетіміне жесіріне жәрдемнен, қашатығын толып жатыр сараңдар. Бола алмаған адал әке адал жар. Асыл әке адал жар. Енді мынау біздің қазағымызға байланысты аман жүрсін қазағым. Бұл өмірдің алдық талай сабағын, бұлаңдап тұр түлкідейін заманына адамдар да еліктеп, тазы болып шалу тауып амалын. Қазағым бар жинамаған табағын, түсірмеген оттан ошақ қазанын, келімсекке кесу сөзін айтпаймыз, кісімсінген ішіп халық тамағын. Бағамдаймыз бізде жақсы жаманын, тоздырғанбыз талай шәркей табанын. Еліміздің бар байлығын тонаған, кім толтырар жалмауыздар аранын. Жақсыларым түсіріп тұр қабағын, билік басы би жасауда жаманын. Даңқымыздың айналғаны дақпыртқа, тарылтып тұр қазағымның таланын. Өзгеруі қиын кезек сананың, сырын шертті сондықтан да қаламым. Тірлігінде мың тірілген мың өліп, әрқашанда аман жүрсін қазағым. Қандай тамаша. Енді балаларға Әрине. тәрбие болсын, қалсын деген ниетпен, Әрине. жетелеумен сендерді бағып қақтық, өздеріңнен қуаныш бақыт таптық. Таза жолдан таймауды ұлағаттап, жандарыңа ізгілік шамын жақтық.
ешкімге де көрсетпей ешбір жаттық, сыйласып дәмін тұзын бірге таттық. Құдандалды ағайын жекжат болып, өмірді де өткіздік орташақтық. Ісімізден көрінер айқын нақтық, сауат аштық, оқыдық, мал да бақтық. Еңбекпенен шыңдалып шыңға шықтық, қажет кезде қой қырқып шөпте шаттық. Ниет түзу бізде жоқ екі жақтық, есігін ақыл сұрар енді қақтық. Әдемі қартайғанда жақсау шіркін, жас келген соң жасамай ақымақтық. Сыр кетті бүгіндері бастық аттық, күн келер кете тұғын сапар қақтық. Әзірге шөберенің шуағымен тәубе дейміз, бөленген күйге шаттық. Ай бәрекелді. Енді бұл балалар Мағжан айтқандай, біз жастарға сенеміз деп, біздің жастарымызға қашанда сенеміз. Жастарымыз бақытты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Кеше ғана ораза айын тойладық, қасиетті Рамазан айында. Сондағы тілеген дұға ниеттеріміз қабыл болсын. Мынау бастарыңызға қонар бақ болсын, астарыңызға отырар тақ болсын, жүретін жолдарыңыз ақ болсын, сөйлейтін сөздеріңіз хақ болсын, істейтін істеріңіз нақ болсын, періштелеріңіз өмірлеріңізге сақ болсын, бір тәңірім өздеріңізге жақ болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын шақ болсын дегім келеді. Керемет. Әмин. Керемет. Аллаху акбар. Амин, Аллаху акбар. Керемет. Бұл отырысқа үлкен ризашылығымызды білдірдік. Қандай тамаша бір әлемге саяхат болып барып келгендей болдық. Міне елеп келгенде өмірге еленіп жүргенде жақсаға. Ал енді осындай әрқашанда елдің елеулісі, халықтың қалаулысы бола беріңіз. Нар баласы бақырмайды дейді. Әгер тау баласы тек тауға қарап қана өседі ғой. Сіз жаңағы алған орденді ештеңені айтпай-ақ, халық өзі-ақ беріп жатыр ғой, бәрін деп жатсыз ғой. Аллаға тәубә. Енді орден де бар, бәрі де бар ғой. Енді құрметті алып жатсыз, бәрін аласыз, бәрі де Алла бәрін қайырын берсін. Әмин, айтқаның келсін. Тек жанұяңызға сәттілік, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Әлі де халқымыздың керегіне, елдің керегіне жарай беріңіз. Әмин. Жаңағы айтқанымдай аман жүрсін қазағым деп. Аман болайық. Рахмет. Аман болыңыз.